облысы Арал ауданы Шымбазар елді мекенінің нөмір 200 орта мектебінің информатика пәнінің мұғалімі Бекенова Эльмира Мырзақызы. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы презентация слайдының макеті. Сабағымыздың мақсаты слайдтың макет стильдерін және макет таңдау тәсілін білу, слайдтағы шаблондарды қолдана алу, дизайн әзірлеуді, слайд беттерін безендіру. Одан кейін ұйымдастыру бөлімі, психологиялық дайындық, ақтілек. Келесі топқа бөлеміз. Топқа бөлген кезде әр белгішелерді басу арқылы балалар өздерінің топтарға бөлініп шығады. Әр белгішелердің астында топтардың аты жазылған анимация, шаблон, презентациясы. Олар макеттің түрлері. Өткенде қайталаймыз, үйреген тапсырмаларды сұрақтар беру арқылы осы түрлі асықтарды таңдау арқылы сұрақтарға жауап береміз. Мысалы, жасыл асықты таңдаса, оқушы оның асыққа берген сұрақтарға жауап беру арқылы әрқайсысы өзінің сұрақтарына жауап береді. Жаңа сабағымыз презентация макетінің слайды, өзіміз сол макеттердің осы меню қатарында макет бөлімін таңдау арқылы макеттердің түрлерімен танысып, сол танысу арқылы бір интернетте сурет алып, олардың тақырыбын жазып үйренеді. Енді топтық жұмыс береді. Топтық жұмыста информатикалық программа, мысалы PowerPoint қолданбалы программа. PowerPoint қандай программа дегенде осы сұрақтарға жауап беру арқылы жасалған жауаптардың дұрыс жауап беру. Microsoft программасы принтер жасалған слайды жиын береді. Презентацияның мәтін бейнеті списке сурет көрсетуге болады. Презентацияның бейнеті көрсету үшін орындалады. Енді келесі ұстап үйде командасы. Жұптық жұмыста әр екі оқушыға бір тапсырма беріледі. Слайд бағытты, слайд макеті безендіру шаблоны. Осы тапсырмаларды жұптық жұмыстарды орындалады, өздерінің тапсырмаларын орындап береді. Келесі жеке жұмыста презентация қыс-қызығы атты қыс мезгіліне байланысты презентация жасау, онда фон, дизайн туғраларды байланып, безендір және мысалы байланысты қар жауады, боран соғады, аяз болады деген суреттердің алып презентация жасайды. Мына жерге қыс болса, қысты тақырыбын жазып, астына оның арасынан байланысты суреттерін салып, мысалы боран соғады болса, мына суретті алып, жоғары жағынан тақырыбын жазып, боран соғады. Аяз болады дегенде, мысалы мына суретті алып, жоғары жағынан тақырыбын жазып шығады. Жеке жұмыстарды оқушылар орындап шығады. Келесі сілкіту сәті, ал ең бекіту тапсырмалары осы сілтемелерді басу арқылы дұрыс-дұрысын тап, мысалы презентация слайдын қосу үшін бас слайд, создать слайд командасын орындаймыз. Одан кейін Microsoft Word, одан кейін презентация макеті, презентация редактор, структуралары, презентация слайд дейді. Мысалы, осының ішінде оқушы дұрыс-дұрыстығын анықтап айтып шығады.